Тәуелсіздік мереке емес, күн сайын дәлелдеуді талап ететін мәртебе. Біз тәуелсіздікті көбіне күнтізбедегі күнмен, сахнадағы салтанатпен, жалаумен, ұранмен өлшейміз. Ал шын мәнінде тәуелсіздік бір күндік қуаныш емес, күн сайын арқалайтын жауапкершілік. Азаттықты алу күреспен келеді, ал оны сақтау санамен, мінезбен, ұрпақ тәрбиесімен келеді. Тәуелсіздік неге әлсірейді? Тәуелсіздік қарумен емес, ұранмен емес, сөзбен емес, ұмытшақтықпен әлсірейді. Ел өзінің тарихын ұмытқанда, еркіндік ермекке айналады. Еркіндік ермекке айналған күні, ағайын, тәуелсіздік те әлсірей бастайды. Біз тәуелсіз елміз бе? Әлде тек тәуелсіз атақ иесіміз бе? Нағыз тәуелсіз ел, ең бірінші, қазақтың тілі, қазақтың жаны дейміз. Өз тілімізді менсінбейді емес, қорғаймыз. Сондықтан біз салт дәстүр мәдениеті, ұлттың ұлылығы бірінші орында айқын ең негізгі белгісі қазақтың тілі, қазақтың жаны деп оны қорғауымыз керек. Өз тарихын жасырып қоймайды, түсіндіреді. Өйткені тарих еркіндікке қарай ұмтылысының ғана тарих емес, ол нағыз өзінің болмысы, салт дәстүр мәдениеті, ұлттық құндылығы. Міне осыны біз жастардың құйма құлақтарына құюымыз керек. Тәуелсіз ел болу, өз болашағыңды өзгеге тапсырмау. Міне осыны жастарға ұқтыруымыз керек. Азаттықты сақтайтын кім, ағайын? Заң емес, қаулы емес, бағдарлама емес. Осыны түсініп алайық. Азаттықты сақтайтын мынау басымыздағы ми дейміз ғой, соның ішіндегі мынау ұлттық сана. Санамыз әлсірейтін болса, тіл әлсірейді. Тіліміз әлсірейтін болса, тәрбиеміз әлсірейді. Тәрбиеміз әлсірегенде, мемлекетіміз әлсірейді. Міне осыны біз ұмытпайық. Тәуелсіздік бейбіт күнінің де мынау қазіргі сынағы. Көпшілік тәуелсіздікке қауіп тек қиын кезде төнеді деп ойлайды. Жоқ, олай ойламауымыз керек. Қиын қыстау сәттегенде төнбейді. Тәуелсіздікке ең үлкен қауіп бейбіт замандағы немқұрайлығымыз. Міне ол ең үлкен қауіп. Қан төгілмей тұрған кезде құндылық жоғалса, ертең оны қанмен қайтарып алу қауіп туады да қаупі туады. Сол үшін біз қазір кезде бала тәрбиесіндегі, тұрмыс тіршіліктегі, әлеуметтік мәдени тұтас ұлттық руханиятымызда кемелділікті сақтап ұқтыруымыз керек. Ұрпаққа нені аманаттаймыз? Ұрпақ аманаты тәуелсіздік біздің жеке жетістігіміз емес, бізге сеніп тапсырған аманат екендігін ұрпақтарымызға ұқтыруымыз керек. Бұл аманат сақтау біздің міндет, қорғау біздің парыз, түсіндіру біздің үлкен жауапкершілігіміз. Тәуелсіздік бір рет алынатын ол жағана емес. Ол күн сайын дәлелдеуді, күн сайын қорғауды, күн сайын ұқыптылықты талап ететін мәртебе. Азаттықты сақтау үшін қолда қару емес, жүректе ағайын сана болу керек. Абдур Әбілбашер Қиниетұлы. Менің осы TikTok парақшама тіркеліп, пікір жазып, қолдап қуаттап қойыңыздар, ағайын.